Assalamu alaikum. Jildeşler. Bugün birinci gün. Günü ısık болып, sakazlar жақсы болды. Sakaz negiz болды атқан, бірақ бүгін biraz қимылдап қалған сет. Бүгін жылсық болғанға ешкім шыққысы келмейді ау. Sakaz жақсы болды. Ошоға бүгін бір қысқа видео көрсетіп қойып, атайын видео тартып жатам. Мына sakaz, birinci sakaz. Бұл болса екінші sakaz. Ekoteng bor zakazlar. Бұл поликтегі болса 28 кг, бұл болса 19 кг. Бұндай ор заказдарға плюс бонус қосып береді. Ал барған заказ ақшадан сыртқары бонус береді тағы. Кейде ор заказдардың іліп пайдасы тиіп қалады. Кейде 5-ші этажға көтеріп шығып, таскаң шығып қалады. Арғандай случайлар болады. Мындай комментарий қалдырып қойды клиент. У нас все соседи алкаши дейді. Пожалуйста, потише, а то могут убить дейді. Көрелші қандай алкаштар іш еткен. Күн ысық болып, бүтілі су ташытасыз. Берде дағы су, бұл жерде бір блок су. Азыр айтады мөлі. Чоң заказ шығып алса, кейде таскасы шығады 5-ші этаж болды деп. Айтатқан дом мына 5-ші этажда екен. 5-ші этаждағы лифті жоқ. 28 кг заказды 5-ші этажға көтеріп шығыш керек. 4 пакет. Әйнектерді жағамыз. Көбейіп қалды. Қошыналарым алкаш өлтіріп қойшы мүмкін деп комментарий жазып. Өзі қорқақ адам ұқсайды. Ешкені шықпағайды. Ешкенің күлісі жоқ, құлтанып қалған ішіне қойып кете бер дейді. Алып алам дейді. Бір етасы үштім ешік ашылды өже. Шындай 5-ші этаждық домдарды ертерек сыносқа кереді жоқ қылса жақсы болады. Тастаққаны кеңер жасайтылық. Негізі начар дом кені. Бұндай жолдың бойында подъездері. Машина қоя тұрған жер жоқтан өздерін қойып алған тракторларға. Машинаны донның арқасына тоқтатып алып, көтеріп келдім бардың. Шындай домдардағы кездесіп қалады. Машина тоқтатып албай, жолға таштап кете албайсың. Башқа адамға таштап келіп, пакеттерін көтеріп келесің да. Шындай ені. Бір трат бар. Бірде подъезд. Машина қойғанға жер жоқ. Екінші алып келген азырқы ор заказды екіншісі дағы бірінші домдағыда екен да. Подъезді жол жақта машина қойғанға жер жоқ. Андай бір чекеге тоқтатып қойып, алып кіріп шықтыңыз. Азыр саат 7-тен өтіп қалды, күн салқындап қалғанға заказ тоқтай түсті. Кешкі сейілдегі шығып өздері продукты қылып деп ойлаймын. Азыр 11-ші заказды алып шықтым енді. Бая обедтерде күн ысық болып, заказ жақсы болады. Азыр күн салқылдағанға заказ тоқтай түсті. Жұмыс бітті. Saat 9'dan 9'a çen 12 saat. 12 saatte 14 zakaz kıldım. 14 zakazdan 1 saat men olup ketdi. 723 rublelik zakaz ekan. İçinde su, bu, çipsi, şokolad, makalad oşul сияқты бүт керекті нәрселер екен.
анча мынча ат менен заказдарда колбаса, салбаса, мышыктын жемдери, ушундайлар кереги жок эле нерселер болуп калчу да, мында жакшы партия кереги. Анда эмесе сиздерге бир отчетту көрсөтүп коеюн. İşte etip akça tapkandı barda жақшы көрсө керек, мен оюмча. Кечеги жумада мен графиктер жақсы чыкпай калып, Люблина метродан бир график алдым эле, саат канчадан 10-дон 10га чейин. Ал жерде дос балдары бар, тааныштар. Ачып бергиле десем, эртең ачып берген, ошол боюнча мен барбай койгом. Кечке чейин барбай коюп, бир да заказ кылбай. Нерде отчет келди мага. 3000 рубль иштедиң депчи. Минималка. Ал жакшы, бирок кече күнү, базар күнү эмеге бардым эле. Метро Алтуфияга. Алтуфияга мына кийип футболка менен бардым эле, бүгүн звонок кылыптыр. Формасы жок иштеп жүрсүң, камерадан көрүп калдык деп. Эмне болот десем, эмне болгон билбейбиз, эми штраф салат, может салбайт деп айтышты. Бирок сөз түрдө штраф салат. Буга чейин да балдарга 2000 рубльден салып атышкан, формасы жокторго. Ошо менен өздөрүнүн берген акчасын кайра өздөрү алып алды. 1000 сомго калды. Мына ошондой достор. Бүгүнкү отчетто азыр көрсөтөм сиздерге канчага иштедим, канча болду. Бир күн кечке иштеп тапкан акча менен бир күн кечке иштебей тапкан акчанын экөөнүн ортосунда айырмасы 285 рубль го.